Сәлем достар, сіздермен бірге Zenodales арнасы. Бүгін біз дәл осы текстураны қарапайым ноттармен орындайтын боламыз. Достар, видео басылмай жатып арнамызға тіркеліп кетсеңіздер, олай болса біз видеомызды бастаймыз. Алдымен достар, біз дәл осы модельді белгілегеннен кейін астында new батырмасын басамыз, және new батырмасында principlet деген notes тұрады. Дәл осы notestың астына алсақ transformation бағыты тұрады. Transformation бағытындағы wedge бағытын дәл осылай көбейтіп аламыз. Енді бізде IOR деген бағыт тұрады. 1/308 деп жазатын боламыз. Shift A батырмасын басамыз, color нодты алатын боламыз. Содан кейін бізге noise textura деген нод керек болады. Дәл осы нодты аламыз. Және бізге үшінші нод textura coordinate мұндағы үшінші нод керек болады. Енді біз бір-біріне жалғау керек болады. Object деген бағытты алып келіп векторға жалғаймыз, fact деген бағытты алып келіп factке жалғаймыз, және color ramдегі colorды біз base colorға жалғаймыз. Достар, содан кейін біз noise textura бағытына қарайтын болсақ, detail деген бағыт тұрады. Дәл осы жерге біз 15 санын жазамыз. Енді біз қара түспен ақ түс тұрады. Қара түсті белгілейміз, қара түсті басып біз сұр түске айналдыратын боламыз. Біз shift A батырмасын басамыз, bump деген нодты алатын боламыз. Нормалға біз нормалды жалғайтын боламыз. Содан кейін барып color ram нодты қайтадан shift A батырмасын басамыз. Color ramды қойып болғаннан кейін біздегі noise textura нодында тұрған fact бағытын алып келіп, дәл осы color ramның екіншісіндегі factке жалғайтын боламыз. Содан кейін достар, біздегі color ramның екіншісіндегі түсті өзгертетін боламыз. Бұрынғы тұрған сұр түсті біз қара түске, ал ақ түсті сұр түске өзгертетін боламыз. Және достар, біз bump деген бағытына қарайтын болсақ, strange деген жерде біз 0/15 деп жазып өзгертіп болатын боламыз. Біздегі noise texturаны қайтадан көшіріп алу үшін shift D батырмасын басамыз, және астына дәл осылай қойып аламыз. Және достар, біз bump нодын екіншісін көшіріп аламыз, қайтадан shift D батырмасын басып дәл осы жерге қойсақ, stretch бағытын біз 0/5 деп жазамыз. Және достар, бізде қарайтын болсақ, color ramдегі color бағытын base colorдан алып, енді біз roughness бағытына беретін боламыз. Көргендеріңіздей достар, біз жасаған текстура дайын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып қолдау білдіріп кетсеңіздер, келесі видеода кездескенше.